Достар, бүгін блины дайындаймыз. Менің рецептіммен жасасаңыздар, бір жасағаннан-ақ керемет, әдемі шығатын болады. Міндетті түрде қорықпай, менің рецептіммен жасап көріңіздер, осындай әдемі блинчиктер дайындағыңыз келсе. Ең алдымен сүт, май, су, жұмыртқа, шекер, ұн, разрыхлитель және тұз қажет болады. Барлығын бірінші 3 дана жұмыртқаны аламыз да бөліп аласыздар. Бұл жерде барлығын мен негізі көз мөлшерімен жасаймын, бірақ дәл осы қоспаның грамдарын мен описанияға тастап кетемін. Жұмыртқа мен шекерді жақсылап венчикпен араластырып аласыздар. Негізінде миксер қолданып жүрсеңіздер де болады, бірақ қолмен де қолдана беріңіздер. Миксер обязательно емес. Енді шекер ерігенше араластырып болғаннан кейін үстіне кішкене тұзбен қопсытқышты салып жібересіздер. Қопсытқыш болмаса, содамен уксусты араластырсаңыздар, кәдімгі сіздердің қопсытқыштарыңыз дайын. Қопсытқышты бір араластырып жіберсеңіздер, тесті сәл көпіршіп осындай болады, бір араластырып жібересіздер. Сосын үстіне сүт құясыздар. Сүт қайнаған, қайнамаған, жылы, салқын маңызды емес, қыздар. Кез келген сүтті құя бересіздер. Мен 1 литр сүтке жасадым. Дәл осыны сүтті де бір келкі араласқанша жақсылап венчикпен араластырып аласыздар. Сосын жылы су құясыздар. Қыздар, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, қыздар. Мен бұдан да керемет жаңа рецепттер шығаратын боламын, және де каналымда бұл рецепттерден де керемет рецепттер бар. Ұмытпаңыздар, көріп шығыңыздар. Және де құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар менің каналымда. Енді үстіне ұнды көріп тұрғандарыңыздай салып жатырмын. Сіздер ұнның тығыздығы әртүрлі болғанға байланысты плюс минуспен қосасыздар мен жазғаннан. Кейін үстіне осындай сұйық майды құйып жүресіздер. Майдан кейін жақсылап араластыру керек, май және қалып кетпесін. Сосын егер көз мөлшерлеріңізге қоспа қоюлау болып қалса, кішкене жылы сүт немесе су қоссаңыздар болады, немесе сұйық болып кетсе ұн қоссаңыздар болады. Көріп тұрсыздар, бір құйғаннан-ақ шығып жатыр менің блиныларым. Сіздер жасасаңыздар да осындай болады. Табаны майлап әуре болмайсыздар, кәдімгі ешқандай тап-таза табаға пісіріп ала бересіздер, қыздар. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді бұл блиныйдың қоспасы кәдімгі судан, сүттен сәл қою болу керек, қыздар. Мен сіздерді каналымда күтемін.